ötken demlerin, balalıktın şokluk erkeliklerin, mektep yıllarında estiliklerin, bärin bir esliye klaslaslarım. Günler ötmesine şaralarımız aman esen teri tarqatıp Allah nasip etsin. Tüyelgeç yüzleri ay yıldızlarga, şandıda gibi şulva nazlarga, turmuş muhabbat deb klaslaslarım. Sağındım jaslık yılların, aytayık jinalgan küül sırların, kaydası jaslıkta ösken dostlarım. Sağındım sizlerdi klaslaslarım. Sağındım jaslık yılların, aytayık jinalgan küül sırların, kaydası jaslıkta ösken dostlarım. Sağındım sizlerdi klaslaslarım. Balaydık mugallimdi küydürgen, tapa kılıp jözsüz qamak üydürgen, vaqt bolsa ozg'ir eng jiyrak eken, ulkayib qalib biz klaslaslarım. Bugun sağınıştı jасы quyulsin, ko'zlar quvonishib ko'ngil suyulsin, shirin didar bärimizga buyursin. Şahsı günde görüşeyik dostlarım. Sağındım jaslık yılların, aytayık jinalgan küül sırların, kaydası jaslıkta ösken dostlarım. Sağındım sizlerdi klaslaslarım. Sağındım jaslık yılların, aytayık jinalgan küül sırların, kaydası jaslıkta ösken dostlarım. Sağındım sizlerdi klaslaslarım. Kaydası jaslıkta ösken dostlarım. Sağındım sizlerdi klaslaslarım. Қосық дария нұр болып ақсын. Ішқысыз жанларға ішқотын жақсын. Қыз жігітке жылуа наз білен бақсын. Айт сен әжін яздың қосықларынан. Айт сен Бозатауда намаға салып, ел жүремегеннің бауыры тас болсын. Қарақалпақтың көне дәрті қозғалып, шадлы дәуранына бүгін мәс болсын. Ассалаумағалейкум әзіз достар. Бүгін Бозатау районында Қарабаев атында орта мектепті бұндан 20 жыл бұрын біткерген жігіт қызлардың 20 жылық ұшырасу кешесі себеп Бозатау районына жиналғанбыз. Байрам құтты болсын! Демек, 20 жылық ұшырасу кешесі. Бұдан 20 жыл бұрын сондай жас жігітлер, науқыран, көззал қызлар, әзірам жас бірақ әмесі, кеулі көбінің дейді. Сол әзір 20 жыл арадан өтіп, әр қайсысы бір шаңырақтың иесі, әр қайсысы бір қожалықтың ұйтқысы отқан жігітлер, қызлар уақыт тауып, ана мектебі құшағына, қадырдан достары, ұстазларына сәлем берейін деп бас қосып жиналу бұл үлкен нәрсе. Соңғы уақытлар 20 жылық ұшырасу әмі жерде дәстүрге айланып жатыр. Бірақ мынандай дәрежеде милли киімлерменен бірдей қылып, үлкен нағыз Қарақалпақтың мерекесіне айландырған Бозатау Қарабаевтың 88-лері. Байрам құтты болсын! Демек біз басылаймыз. Балалығым, дүзден терген қарамығым, көп жылларда атылап еске, ұсап кеше көрген түске. Сол өткен балалық шақты еске алсам, уақыты деп қосып айта берсем, аз уақыт кетіп отырды. Соның үшін бірден біз бүгінгі байрам себепшілері сондай әжайып көззал жігіттер, қызларды мектепте оқытқан ұстазлар келіп отыр. Неге ұстазларға милли жакет алмадық? Я, елізе высший категория ғой деп жаңа өз сатып алады дедіңіз бе дейді ғой. Аба ұстаз бірінші класста оқыдыңыз ба?
Бірінші класста қолға қалем ұстатқан бірінші ұстаз, класс басшы бүгінгі байраммен құттықтап, бір жақсы тілекпен бастап берсе. Әзіз оқушыларым, бүгін жиналып қалған екенбіз. 20 жылдық кешесіне бастап отырған істеріңіз оң болсын, сәтін берсін, нелеріңіздің алдыларымызда аман жүрің. Құтты болсын байрамларыңыз, байрамларға ұласа берсін, ауызбіршіліктеріңізге көз тимесін. Бір шапалақ қошеметлер. Ой, рахмет. Білесіз бе? Үйлену тойы hamеңіздің басыңыздан өтті деп ойлаймын да, сол үйлену тойда папа мама қандай толқыланып тұрады ғой, бір ішінен да бір жағымды, бірақ бір толқыланып тұрады, сөз түспейді, ауа өзі жеткер алмайды. Сол саған біреу тұрады, жеткеріп деп қойды. Айтайын деген, сол папа мамалардың орнында бүгін ұстазлар. Сіздерді көріп қазір, енді мен мынандай қылып шәкірт даярлап көрмедім да, бірақ мен сезініп отпын да, не деген бақыт қой, бәрі оң болсын. Сол егер албырап жатқан болсаңыз, Қарақалпақ тіл мұғалімден жәрдемге шақырып қойыпсыздар бар ғой. Білесіз бе, Қарақалпақ тіл мұғалімді, бірақ атының өзі Эльзадан нөе деймен да, деген әріп бар ма сіздер туылғанда дейді. Яқшы, демек, сам класс басшы ма? Класс басшымын ал. Байрам құтлы болсын. Ассаламалейкум, балаларым, қызларым. Неке 2004 жылы біткергелі бері 20 жылда сілерменен көрісіп тұрмыз. Осы ұшырасуды шөкілместірген ұл-қызларыма біріншіден рахмет айтаман. Бәршеңізге бекем денсаулық тілеймін. Мінеке әр біріңіз өніп өсіп, әр біріңіз кәсіп таңлап, өздеріңіздің өмір жолларыңыздың таңлап, мінеке қожалықлы болып, бала-шағалы болып, бүгін ұстазларыңызбен ұшырасып жатқан екенсіз, сілерге minnettarchilik білдіремін. Осы ұшырасуыңыздың ізі давамлы болсын. Рахмет. Мен ойлап жатпын да, біздің Эльза әжіпам сіздерді оқытқан болса, значит, сіз университетті бітіріп, тап мына қызданам жас кезіңіз ғой, сондай әдемен, әйтеуір тыңлайтын беді сізді деп ойлап жатпын. Тыңлайды. Енді бітіріп жатқан кезіңіз ғой, рахмет. Байрам құтты болсын. Енді ең ұзақтан келген кім бар арамызда? Сондай ма? 2000 километрден, мен бағана айтып отпын да, біздің ауылдың адамлары бізде бар да, өзімізге тән. Бір Нөкіске баратын болсақ, мысалы, біз ауылдан Нөкіске көп сөйледім ғой. Бізде мынандай бар да, ауылдан Нөкіске баратын болсақ, бір жұмыспен бармаймыз. Тойға кіріп шығамыз, кеше кіре алмайған садақа бар, одан кейін больницада мұрындық атаңызден кіріп шығу керек, кейін банкте жұмыс бар деген дейді. Сұрап жатпын да, не жұмысларменен келдің ауылға депті? Не жұмыстармен келді? Осы арнайы 20 жылдыққа бола келдік қой енді. Тек болған. 20 жыл. Іш піскен адамдар көп екен Қазақстанда, деп қойды. Осындай ұстазларды, бауырман достарды қолласып, 2000 километр жол басып Алматыдан келіп отқан классласымыз кім аты? Берік бол. Өз атынан мұнт тұрға албырау. Болсын байрам. Ассаламалейкум баршаға. Бүгінгі жиналысымыз құтты болсын. 20 жылда жиналып тұрмыз ауызбіршілікте. Дендерің сау болсын. Енді жақсы өткізіп жіберіп, кішкене қобалжып тұрмыз, ары қарай сөйлейміз ғой. Бәрлеріңе келгендеріңе сыйлап бір-бірімізді рахмет алдын ала. Қошеметпен сол аман есен өткізіп алайық. Рахмет. Тағы бір адам бар. Қазақстаннан келген. Қазақстаннан келген тағы бір жігіт бар. Не, Түркменстан, Қырғызстаннан бар арамызда. Солай сөйлеп отырсыз, бір Қазақстан сөйлей беремін дейді. Рахмет. Қызлардың арасынан ең ұзақ районнан келген бар ма? Или Қазақстан, или Ташкент? Әйтеуір күнмен сөйлегісі келіп тұрғансыз. Қайсы районнан? Ақтау қаласы. Мә, саған күшті деп қойды. Бізде Қарақалпақта Қаратау деген бар емес пе? Қазақстанда Ақтау деген бар. Екеу араласса Алатау болады. Алатаудың бойынан келген ғой. Қош келдіңіз. Мә, бір жеті болды ма келгеніңізге? Кеше келдім, күні кеше. Осамай жатыр да қазақшаларыңыз деп қойды. Бұларды қош келіпсіз. Байрам құтты болсын. Ұстап бір рет айтайын деп тұрсыз. Ассаламалейкум. Бүгінгі кешемізге жиналған классласларым, бүгінгі 20 жылдық бәршемізге құтлы болсын, оң болсын, жиналғанымыздың алды болсын. Бұнан кейін 30 жылдықлар да көрсе берейік. 4 кез түгел бәріміз жүзлерімізден күлкі айырылмасын. Енді сөз ядылап келмеппен ау. Ұмытып қалатпан. Қалған жағын бақырам давам еттіреді. Неге сонша Ақтаудан келген ғой, неге тайырланбай келген? Болмайды ол. Границада әркелдіңіз па не? Яқшы, енді қаған пәленше төленше деп сілтей бермей қояқ енді.
Кім ол? Бүгінгі мен ойлаймын да, мына орталықтың мерекесі ең қиыны да. Одан бар ғой, балаңа сүннет той берген аңсат негізі. Рас. Бұл жерде hammen кеуілінен шығу керек, соң үшін администратор, класском, құласы, былайын айтқанда бияға, шөлгенмесі жүрген бияға деген сөз жарасады мынандай формаға да. Бақырам, оң болсын, бәрі құтты болсын. Болады, ассалаумалейкум достар. Міне бүгін бір жиналдық. Мектеп біткергенімізге 20 жыл болған екен. Көбіңізді бүгін көріп жатырмыз. Қандай қуанышты күніміз. Міне ұстазларымыз бірге. Міне қуанышты күніміз көп болсын. Құдай қаласа сондай 30 жылдық, 40 жылдық бірге өткеру әммемізге несіп етсін. Әммеге рахмет. Менде бір ұсыныс бар да, мен көзім қуанып тұрды, мынандай милли киімде, формада бірдей болып, мен ойлаймын, Қарақалпақстанда мен көрмедім. Мен көп жерлерге барып көрдім, бірақ мынандай формада сұп-сұлу қылып көз тимесін, қалтаңызға дұстап жүрсіз ғой әйтеуір, сондай еді ғой. Мен ойлаймын да, 30 жылдық, 40 жылдық деген қойың. 20 жылдық берілді ме? Ендігі жыл 21 жылдық берейік. Дұрыс емес пе? Бұл сенсация болады. Демек, аз-маз естелік үшін тур сөйден өз бермен келеміз. Өзі классыз. Бермен келеміз. Өткізі бер. Неге өзі класста да өз кешіп келетілер болады, мен просто мүйіште түргеліп қойайын десем, мүйішем жоқ екен, мен деді ғой. Бұлады. Енді әзір бүгінгі байрам кешеміз бір еслетіп кетейік. Әзір осы жерде одан кейін мектепке барамыз, класста балалықты еслеп, одан кейін сол Бозордада дастархан атырапында. Құласы кешке шекем, байрам, ойын зауық, 20 жылдық ізге қайтып балалықты еслейміз. Байрам құтты болсын. Арамыздағы хақиқи Қарақалпақ, бая бір Қарақалпақ айтқан екен, точно онда бара бер, біздеріне неміс пе деп. Сондай жаңа кешіп. Енді сонша достарым ешкеп, ұстазлар күтіп тұр ғой, не қылдыңыз өзі? Кешірерсіз. Кешіреміз бе? Бұлар кешіреткен, мен яқтық қойды ғой. Қаяқтан кәтсіз, қай жерден? Нүкістен. Мен Нүкістен кеп отыр ғой, неге кешіктіңіз? Сылтау айтын да мұндай? Яқ, ұйқыламадым, сылтауым жоқ, кешіктім со. Аңсат емес. Байрам құтты болсын. Бірақ хабарыңыз бар ғой, 20 жыл болады. Хабарым бар. Байраммен әммен құттықтаймын, бірінші болып ұстазларымды, әмме достарыма бүгінгі келіп отырған. Сізге де әмме құтты болсын. Кешіккен жуып шайып менен поздравить етіп отыр ғой. Рахмет, байрам құтты болсын. Бозатаулы гүл бинапша назалым, асалың харрені палдан бездірер, қарашығың түн жамылған назерің, жұлдызды жауратып түннен бездірер. Хатты жыланды да іннен бездірер, бейшара зиварды діннен бездірер. Деп Ажинияз шайырымыз тариф еткен Бозатаудың көззаллары. Байрам құтты болсын, қызлар! Мен бір сұрауыма өткізіп берейін да, мектепте баса-бас болып кетеді ғой. Кімде неше ұл, неше қыз? Ұл ма, неше перзент деген айтамыз да, неше? Үшеу. Мына денеңізбен үшеу ма? Екеу. Сен тәуіркен үш деген? Үшеу. Бесеу. Бір шапала қошаметлер. Өзімді екеу, қалғалары мінекей. Алтау. Екеу. Ау. Мұғалім мыналардың бәрі Мен бұлардың бәрі. Үш балам бар. Екеу. Үшеу. Екеу. Екеу, үшеу деген жарасады ғой, мынандай денеге мен айтамын да, мынандай ірі қызларға айтамын да, мынандай. Арамызда қаһарман ана бар екен, неше? Бесеу. 5 баланың анасы қаһарман ана. Наргиза Есназарова. Есназарова. Өзгерттіңіз ба не фамилияны? Ерназарова емес пе еді бұрын, қойда әзіл ойнады. Просто біліп қояқ деп атқаным ғой енді. Ұлыма, со 88 жыллары Бозатаудан Наргиз деген ат хит болған былайынша айтқанда дейді ғой, дұрыс па? Болады қызлар, байрамlar құтты болсын.
不管我到哪里，我都想着你。我超想要每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的验证。不管我到哪里，我都想着你。我超想要每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的验证。不管我到哪里，我都想着你。我超想要每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的验证。不管我到哪里，我都想着你。我超想要每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的验证。不管我到哪里，我都想着你。不管我到哪里，我都想着你。不管我到哪里，我都想着你。不管我到哪里，我都想着你。我上辈子修来最好的验证。到哪里我都想着你，我超想要每天都可以跟你在一起。你那美丽的眼神，那无邪的天真，一定是我上辈子修来最好的验证。不必多说，也不必啰嗦，所以一些喜怒哀乐我都不想错过。只有我了解你，我想告诉你 ，baby 我不能离开你。Klasta tatu tәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді.
Бірің ана бірің әке болғандарыңмен жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай терісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай терісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай терісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен мына жиналып жатқан жігіттердің қызметтеріңіз оң болсын, әмі осындай жақсы тілегі және де Сізді сағынып келдік Енді бүгін бір үлкен байрам. Қозытау елінің ұшқасысында Бірлік ауыл, Қандық ауыл, Ишан ауыл, Үздангүл ауылдарында су мектепте, су территорияларда су мектепте. Уақытта нешінші мектеп қонысқа? 11-ші Қозытау мектеп берді, Қарабаев мектеп. 11-ші мектеп берді. Соны 2005-2024 жылы балалар 20 жылдыққа бір кеп атқан екен. Бірінші қадемleriniz оң болсын. Мына қуаныш жүздеріңізден белгілі болып тұрды. Мына мектепті көріп, іштерін қазір көресіздер, жолды көрдіңдер, Қозытаудағы сондай өзгерістерді көріп, қайта районның ашылуы бәріңізге және бір мәрте оң болсын Құдайым. Неке мұғалімдер жиналып қазір бәрі келеді, Қазақстаннан келіп жатыр, өзіміздің балаларымыз бәрі атларыңызды сәл азымыз ұмытуымыз мүмкін, болмаса бәрінен білеміз. Шеттен айтасаң айта береміз. Өтіп бастадық қой. Болады. Рахмет. Саламат болыңдар, дәулет жорғаларыңыз сүрінбесін. Күндеріңіз тұрмысқа шығып, үлкен бір жұмыстарда істеп жатырсыздар. Бала шағалы болыңдар, бақытлы болың Құдайым. Қосылғандарың бен қосағарың, қызларымыз, балаларымыздан мінекей бақытлы болсын. Не айтамыз енді? Класс оқып ма еді? Ерзат сенде? Біреуің? Роза Қалмұратова. Қалмұратова ма? Кімсі келеді? Қалмұратова. Қалмұратова. Математика. Баба Ниязова, Роза. Роза бар ба олда? Қазір келетін шығар алдымыздан кейін. Келді, Роза келді. Аман болың балаларым, саламат болың. Сау болың. Класс өкілеріңіз келеді қазір. Жоқ айта берсің. шықпансың. Ал міне мен бетады жүреміз міне. Қанисілер мұғалім үлкен Званялы. Бұл жақсы айтты. Бұл тілегіне қосыламын. Енді әже қандасымыздан болды. Әйтеуір осы жетекші дейді. Сол көп қызмет етіп, сондай дәрежеге алып келіп жатыр. Жүрген жерде әйтеуір мен қоңыратта бір үйде отырғанымда жаңа айнысы 20 жылдығын нетеді дегенде қалды. Бұндан бір
bir 2 yıl oldu. Evet, tamam. Sonun için ballarımızın yüzlerinde külkü ülken kuvanç. Sebebi bunday dereceye yetip en birinci ustazlığa baylanmışlar. Endi bu gözlerimiz şakirtlerimiz hep müsaade etse hadi koşuluğu cevap veren hakkında bu lavazımlı жұмысlarda istep atıptı. Aytıyor türde елге халқымызға қызмет etse адам несіменен ата енесіне ұстаздарына үлкен қуаныш. Бізде сол жүрген жерде сол шәкірттерімізбен мақтанамыз. Олардың жетістіктерімен қуанамыз. Себебі біздердің жемісіміз сол 10 жылдың ішінде қазір 20 жылдығын белгілеп атыпты. Осындай дәреже бұрынлары онша шендесен еді көбісі. Неден де айтып, қазір қанша сайын құрамыз Құдайым аспанымыз ашық болсын, дәніміз көп болсын, суымыз мол болсын айтып. Сол жеткіншектеріміздің көңілінде күлкі не айтып, кішкентай неде болып жатыпты арасында бар оқушыларымыздан кішкентай не болып жатқан. Айтып, олар жатқан жерінде жайлы болсын. Ұстаздары болса да сол жатқан жері жайлы болсын. Айтып, барлық уақытында менің ұстазым еді, менің достым еді. Рухлар шат болсын бәріңізге. Естеп жүрсін. Бақытты болыңдар. Ел халықтың сол айтып жүретіндей ұллары, қызлары болың. Біздер солармен қуана естісек құлағымыз. Барлық уақытында сіздермен көрісіп, жақсылықта мәртебелі мендерді ұшыраса берейік. Мына біткерушілер, бір 20 мектеп бітірген 20 жылын белгілеп жатсыздар. Ұлан дәстүрге айланып кейін уақыттар. 20 жыл, 30 жыл, 50 жылларды төрт көз төгіл белгілеу несіп етсін әмеге. Сіздерді көріп, қуанып атырсыз. Бұған ертіңізді, бұл вақтында көргенімізден жұртында көпаршыларды, жазыларды. Мен аменске аман есен төрт көз төгіл 50 жылықты, 60 жылықты белгілеу несіп етсін. Шаба қойды. Қос көрсетіп. Құрметті ұстаздар, сіздерді оқытқан ұстаздардың нұрани ақсақалдарымыз бар, ағаларымыз бар. Қандай бүгінгі байрамның себепшілері осы мектепті 20 жыл бұрын келген класстастар. Мінекей, әр жылы көп мектебін неше пікіріштер келеді, бірақ олардың бәріне өйтіп 20 жыл деп арнап, арнап қайрықпен байрам өткізетіні шамалы хамес емес. Демек, сол санаулы келушілердің қатарында сіздер бүгін арадан 20 жыл өтіп, ана мектебімізге қарадан ұстаздарға сәлем берейік деп ниет қылып, бас қосып отқан екенсіз. Бұл үлкен мереке негізі, үлкен нәрсе. Оның үшін біріншіден байрам хамеге құтты барек болсын. Демек, бүгінгі байрам кешемізді ашып беру үшін сол сіздер оқыған, қазіргі дәуірде сіздердің балаларыңыз, қызларыңыз оқып жатқан осы Марат Қарабаев атындағы орта мектептің Жолдасбай Қарабаевтан өзгерттіңіз бе деп қойды. Қателеседі ғой. Қоласы осы мектептің қазіргі уақыттағы директоры ағаңыз Төрекешев Масалбек ағамыз сөз ашып берсеңіз. Мынаны сөйлейсіз ба? Директордан үйреніп қалған Ассалаумағалейкум.
Әкем өсінде, әкем көңілі өлмесін деген ғой. Сонда если қалалықта уже мектеп жасты если сол күнгі болса да қайта деп көмектесіп жатқан ержеткен қыздарға рахмет. Байлам жүрген өте оң болсын. Сол ұстаздар ешқашан ұстаз деген халық еліне қасандай зат. Оның нәтижесі бір жылда көрінбейді. Жылдар дауымында нәтижесі көрінеді. Сол күнгі байлам мүшесі ашық деп жариялайды. Мысалы, негізі 4-5 жыл бұрын бітірген шығарсың, негізі. Сізде 10 жыл бұрын бітірген. Рахмет, отырып болыңыздар. Қайтып келсе еді, балалық шағым сіздерменен бір мектепке қатынасам, класстан классқа бірге атнасам, егер қайтып келсе балалық шағым. Күзгі саман менен егін ырғалса, құстар жұғырласып намаға салса, маған дәптер киім іздеп дүканнан балам оқиды деп анам қуанса. Хәссени қайтадан туылар едім, шатлы балалықтың бақытын сезіп, атақ, абырай, бәрінен безіп сіздерге қосылып жуырар едім, егер қайтып келсе балалық шағым. Бірақ енді ол дәуір қайтып келмейтін белгілі. Бірақ сондай достарменен көрісіп, сол ана мектепке ұстазларға сәлем беруге келген уақытта бір 20 жыл болмағанмен сол 19 жылға жасап қалса деп ойлаймын. Бүгін байрам жайында құтты болсын. Енді өмір өзі өтіп жатыр. Біраз достарымыз арамызда беттердің аманатын ертерек тапсырғандар бар. Қалай десе, ұстаздарымыздың арасында бірнешесі отня болып кетті, жатқан жерлер жарық болсын. Солардың бір рухын естіп, бір ұстазымыз айта беретін еді, мектеп бұл медресе оқытатын жер ғой. Сол үшін жерде абай болың, үрметпен деп та. Сондай медресе болатынымызда заманауи, мен ойлаймын, сол өткен ұстазлардың, достардың рухтарын бірлестіп, бір Құран аяқ оқып жібергенде зор болады. Бір минут түріп тұру енді ол заманауи ғой енді. Одан алдын мұсылманшылдық бір Құран оқып берсе, бір аяқ оқып. Сол отырған жерде оқиды ма? إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون هم بالكفاية أستاذ الله وكتب الله يتخيل يا Негізі жаңағы 21 ғасыр нағыз қазір интернет арқылы дүниемен байланысып тұратын бір имканияттарға толы, сол ішінде барлығын шет тілін білмесең сәл қиын бола береді. Демек, енді сөз нәубеті нұрани ұстаздардың арасында мен білемін ғой, неміс тілден қайтып сәлем беретінмін. Есіңізде ме?
неміс тілден оқытатындар бар ма? Бір жуас мұғалім ма? Қандай строгий болады иә бұл. Мінездерім немецкий расчетпен жүреді. Демек, осы Нұрани ұстаз бар алдымызда. Ұстазым деп жастар арқа сүйеген алдымызда. Мен басымды иемін. Келешекте жастарына бөлектен мен мұғалім деген сүйемін. Сөз нәубеті ұстаз Орынбай Мұхметалы ағамызға. Kafedra, orkestrada muayyen şu atmosferi olarak da bu. Vakit çekimleri o ya. Ben kapıyı sakınım, koydum. Assalamu aleyküm. Ustazlar, rahmetli Yılmaz yarın Yılmaz Kulübü'nün bitirgen okuyucular harcılıklar. Kıvanç. Kıvanç. Hakkında da Allah'ın ayetleri Koşturmanda bugün jürüyatda şahsızlık ve her yer stok sarını tavsiye. Her bir günün her saatinin ornu var, yolu kuşu bir minutça tavsiye. Sonunda bundaki bir жаңағы бастан соң айтып кетейік, арамыздан кеткен ұстаздар 80% сіздерді оқытқан мұғалімдерді, біздермен сөзген мұғалімдерді 80% арамыздан кетті. Енді әстен білемін, кешеден садақа берген адамдарына бір бағадық. Енді арамыздан жоғалтулар, ендігі жағында аманлық болсын, олардың жатқан жерлері әрмесі тоқылар, тоқар бол. Есте білетін жастау кетті енді. Мұғалімдерден жастау кетті. Мен сіздермен оқығандар қазір мысал үшін 88-87 жылы болған барды не көріп кетті? Құдай сақтасын, аман болсын, дәулет жолдарына сүру берсін, ұзақ өмір берсін, достарларыңыз, балаларыңыз, ұлдарыңыз, қыздарыңыз, ағайын туғандарыңыз. Мен не айтуым едім. Бұл мектепте енді көп уақыттан айтып жатқаным, мектеп туралы мәселелер бүгін келді солар. Көп мұғалімдерден, оқушылардан мектептің тарихын ойша білмейді. Үлкен тарих. Мектепте бірінші ашқан уақытта кісілерді ұзақ қоныстаймен мен 1985 жылы 1 сентябрьден 2 сентябрьде оқу бастадым. 7 күннен кейін. Сен уақытта мектеп жоқ. Мектеп бар, Бозатау 3 жыл Aslında konuşmayı unutmuşsunuz. Ama başkanın bir bölümünün altı var. Yeksin. Buna mektepte muğallimler ruh biletine konuşmayı dursa, patronların, hospitallerin, kandan, bundan, inventarın dair meğer Moskva gitmedi. Yakınlarında. Sodan tarzında. Kondensatorlar, soğuk okumasından. Bu mektep 92 yılı açıldı. 25. dekabr. Ortada 8 yıl oldu. Кейін 10 жыл болды. Кейін бұдан кейін 10 жыл болды. 8 жыл, 9 жыл болды. 11 жыл болды. ішінде сынған әдемдер. Бақша болып үйір болды. Сіздерге тілегім, қандай уақытта яқшы болыңдар, яқшы болыңдар. Аман болыңдар. Қазақстаннан келіп отыр жалғыз. Селиха деген жақсы мұғалім болды анасы. Біргесте папасы үлкені Тұрман ба? Тұрман. Ардан ба деді? Қанға ба деді? Бәрі садам айтасыз. Олар аман болмай барларын. Дәулет Қабанов және енді жасы күндер уақыт сәл негізі 12-де біздер Бозорлар ресторанында Расулхан атырабында боламыз деген планда бар еді. 12-де. Бірақ уақыт енді бірінші класста оқыған ұстаздарды ортаға шақырсақ, енді тайым болған деген ештеңе қоя, тайынбай. Тайынба? Онда тайым болса бірінші балаларды еске алып баяғы
Үйге қонақ келсе, бұл кезде телефон интернет жоқ қой. Қонақ келсе, Қытай шайын ашып болғаннан кейін альбом көреді. Мен сіздер бала уақытыңыз, сен біздер сәл білеміз сіздерден. Ағаларымыз альбом көрейік, сол. Мен темада едім сол кезде. Өткен кеткенде, қазіргі телефон жоқ боледі. Сол современный альбом таярлап қойған. Сол барлық класстастар ішінде онда оған мен бірінші класста оқыған ұстаздарды ортаға шақырсам, онда қалемімізді бастауыш класстарға дейді ғой, мен әзілдесіп айтамын, бастауыш деген басты ауызларда адам мен ауызларым алып кетесін. Сол үшін сол бастауыш класста бірінші ұстаздары Зульфия Құланмен қызбашының қойып, амаларды ортаға мұрат етеміз. Kendine iyi biliriz. Hatta şakalar olmasın. Şakırsanız altın balık tırkatıp, tıdan kay şapkılap, budan gaz uçtu. Her zorluk kadar kağızga jatıp kevülge acayip bir söyle düştü. Anlamışsınız. Apa, qanday da, men yurib demang, men жұмысым ғой. Жақсы тілек, әркімнің тілек бірдей екен, бір тұрмыз. Бірақ сіз бұдан 30 жыл бұрын бірінші класста оқыған оқушылар көрген уақытта не қиялыңыздан өтті? Олар Тоймерген Базаралы олардың 20 жыл берді деп ойлап қоймадыңыз ба? Бір қандай сезімдер еді ғой, біздер сезімдер тұтқымыз. Рахмет, 20 жыл дедіңіз, ұстаз деп сыйлықтар өзінің қандай неде болғаны белгілі. Кәмеге сол оқушылармен қандай нелерді өткерді, не бағат рахмет, осындай оларды, қызларды тәрбиелеген ата-аналарға рахмет. Çakkandır bana. Бұдан да көп 30 жылы, 40 жылы берілері аман есен, бастарыңыз бүтін, бауырларыңыз бүтін, бастарыңыз аман бірге ұшырасуын естіме келесін әкемеге. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Рахмет, бақатын шұрқын местер артышылар. Мектепте бастауыш класста қандай болсам беріп, бақады сол есімде. Сол бекеткен бақысын басшылық етіп рахмет, қызлар, балалар, рахмет. Naqalar edi, bir harfi ötken ұстазға 40 жыл сәлем жинап. Şimdi her harfi 40 жылдан болғанда сіздер есептей беріңіз, неше жыл болды. Мектебім, жан мектебім. Қапталынан еш қарамай өтпедім. Мына жерде өтсем, сол әрбіріңізді естіп өтумен қып, аяққа шығып, ойнап, сол жүрген күндеріңізді, ассалаумағалейкум деп көрді. Қымбатты оқушыларым, сол не қымбат қосыларыңыз, қалеміз күлгесін, әмеңіз кім район, кім ауылдан келіп жатырсы, қуанышымыз не бұның көрі. Сол естіп жатырмыз. Болайын деп жатыр деген күннен бастап, әр күні ұйқы жоқ. Қашан болар. Болғаннан болар сызық деймі. Рахмет, әмеңізге көрген естіген ұлыларына рахмет. Әмеңіздің шаңараңызға амалы тілеймен, денсаулық, ұшырасқаныңыздың алды болғай. Әмеңізге денсаулық тілеймен, ауызбіршілік жүре берейік сондай. Онан да жолғаштарың басы болды. Негізі күз деген мейвелердің жаңағы өнім беретұғын, сүрәт беретұғын маусымы ғой. Сондай алмада сүрәт береді екен. Сол алмадан оқыған оқушылар қазір мектеп 20 жылда Ассалаумағалейкум, қадірді ұстаздар, әзіз балалар. Сол мектепке 1991 жылы қалем тастап келіп, 2004 жылы күштепкен қарбашыларым. Бәршеңізді бүгінгі 20 жылы кешеніспенен құттықтаймын. Әрбіріңізге денсаулығыңыз зор болсын, шаңырағыңызда амалдық болсын, бауырларыңыз бүтін болсын.
Қосыраларыңызбен қосағартайып, сенің алдыңызда аман жүріп, өніп өсіп, заманымыздың тыныштығы арқасында, еліміздің қарақатшылығы арқасында, сіз біздің арқасында алты тіршілігіңіз бұзылмай мәңгі жүре беріңіз. Балалардың өмір жасыңыз ұзақ болсын, осы кешеде жуырып жотыратырған қыздарым, балаларым, һәммеңіздің шаңырағыңызда аман болсын. Шәкірттердің атынан сіздерге бекем денсаулық тілейміз. Сол бала шағаңыздың рахатын көріп несіп етейік. Рахмет, саламат боласыз. Егерде көпті еске алып кетейік, 20 жыл деп жатырмыз ғой, еске алу ғой. Мысалы, химия мұғалімге арналған қосып болатын еді. Химия қиын. Ашса миын. Бұдан кейін және ең строгий мұғалімдердің бірі военрук болатын еді. Военрук кеткен уақытта екі ұстазымыз және ең көп айтылатын һәммен жақсы көретін сабақтар бар, физкультура деген, банк кетеміз физкультура. Кейін минет, қосық, сурет деген сабақтар һәммен жақсы көретін. Себебі ол сабақтарда екі ғой, үш қоймайды мұғалімдер ғой. Мен шығайын десең 5 қағады, енді сабақ болып келемен деп уәде берсең 4 қояды. Кейін ең көп айтылатын сөз есте қалатыны класс өкілдерінің сөзі бар еді, білесіз бе? Сіздерді кетсем қайтып класс алмаймын. Рас, біздер сонда бәріміздің басымызда бізде қорқады деп сонда біздер қатты тәртіпсіз жаман класс шығармыз деп сөйтсек, ашпаларымыз еді, яғал дейді, оны һәммен класс айтады дейді. Сонда енді сөз нәубетті класс басшылар енді қайтып класс алмаймын деп, кейін білмеймін, алдына алмады ма. Қарақалпақ тілден ұстаздық қылған һәмде класс басшы қылып кеткен Абжамилова Элза мұғалімге шабалап қошеметті. Һәмде математикадан ұстаздық қылған класс басшымыз Роза Қалмұратова. Класс өкіліңізге қарап ойлап отырған шерін. Бұдан 20 жыл бұрын класс өкіліңіз жаңа бітіріп келіп жатқан мұғалімдер болса керек деп та жастарға тапсырған екен ғой, болмасын бәрі сөз. Ассалаумағалейкум, құрметті қатысушы әзиз оқушыларым. Міне бүгін Қарабай мектепте 20 жылдық байрам өтіп жатса, һәммеңізге оң болсын. Көркеместік қыз жігіттерге рахметтерім шексіз. Бәрімізді көріп, көзім қуанып тұрды. Формаларым жүда зор болған екен. Өмірде де орыларым жүда зор болсын. Ол қызыңыздың әндерін, сол қосылған сіздер тең көріңдер, жұмыстарыңызда табыстар болсын. Әминше басыңыз аман, бауырыңыз бүтін болып, бүгін 20 жылдықты байрамдасаңыз, келесіде 30-40 жылдықты өткеру несіп ете берсін. Ешқайсыңыз орныңыз жоғалмасын. Кеше садақа берушілер қабыл болсын. Сіздер бізді құрмет етсеңіз, сізді шәкірттеріңіз, басқа қайталам тарихымен сіздерге көп несібелер беріңіз. Негізі математика мұғалімнің рөлі күшті екен. Себебі алдасы кетпей 19 жылда жиналмаған бұлар ғой. Бір 21 жылды өткізіп жібермей, жоқ, 20 жылда. Демек, математика керек. Енді сөз нәубеті ана тілін сен басқадан айырман дейді ғой. Сен тұрғанда мен жедеуі шайырман. Өйткені класс басшы классынан қайсы пәннен оқытса, сол классан сол неге пәнге сәл бейнесін деп келеді. Сол мен класс өкілісті мен студент уақыттан бері танимын. Мен фамилиялас Ажипам Абжамилова Элза. Баян болсын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі ұшырасуға қатысушылары, құрметті ұстаздар, кәсіпкерлер, қадірман оқушыларым, шәкірттерім, оқушыларым. Мінекей бүгін арадан 20 жыл өтіп, сіздермен ұшырасып отырғаныма жүдә қуаныштымын. Әуелі сол 20 жыл ұшырасуға шөкілместірген белсенді қыз жігіттерге өзіме таршылығымды білдіремін. Неге әркім қаржыққа келді, бір-бірімізбен табысып, бұл біздер берген білімнің, тәрбияның нәтижесі деп ойлаймын. Рахмет. Бір әрбейлікке ұстаздар қаншылық сәлем берді. Бүгін ана мектебімізді естілеп, ұстаздарымызды естілеп, бір-біріміздің ерлігімізге қояйық, нәмесіне кейіктеп, ұшырасу жөкілместірген өзі неге біздердің сенімді ақтағанымыз. Осы
денсаулықтарыңыз бекем болсын, жұмыстарыңызда табыстар болсын, шаңырақтарыңыз hamisha биік болсын, табыстарыңыз мол болсын, сарбаздарыңыз hamisha дәнеңгей болсын. Давамы болсын, егін берушілерге жұмысы болсын. Мұғалімдердің ішінде ең жақын істескен сіздер ғой енді. Сол бұдан 20 жыл бұрын қандай сол 20 жыл деген уақытта оқушыларыңыз көріп не деген есіңізге түсті? Бір естіп кетейік та. Мен жаңа айттыңыз, енді қайтып класс алмаймын деп айтқан шығарсыз деп жоқ. Мен сол мектепке бірінші мұғалім болып келген уақытым, сол классты қабыл алдым, бердім, мен класс аламын. Бұл кезде зиян железді отырған Ақылсам азым шықты. сіз Жиырмажылдық деген уақытта мен әзіргім бір мен олды сол оқушылардың барлығы көз алдыма болды. Менің оқушыларым, қызларым, балаларым барлығы мектептің сұлулары еді. Сұлу деп ат қойып едім, мен сол мектептің оқушылары еді. Ешнәрсе жаман болған жоқ, бәрі олимпиадалардан бақылау орын алып жүреді ғой, араласқан оқушылар болды. Бәріне рахмет, жаман жоқ. Жаман болса, класс үлкен болған шығар. не деген келіңбей ұстаз еді? Мынандай, Hammaning esida qolатын не болса қатты бірінші партада отыратын екеуі янында қалды, классовтың жәрдемшісі бар ғой. Сол қайсысы бар еді сіздің жәрдемшіңіз? Журнал көтерсе толтырып Галғанмен Эльмира екен бар ма екеуі? Балалардан беріп болған еді. Рахмет, красный бітірген. Жасын бітірген ғой? Сондай ма? Сізде қандай ең жақын жәрдемшіңіз болды? Сумканы көтерсе Қазір сумканы көтеріп жүрді. Бірегазы Шынығүл бар, Құдайберген бар, Нұрсұлу, Қожаназар бар, Рахмет барлығы жақсы. Рахмет. Кейін ең артта отыратын екі бала бар ғой класста. Bir нәрсе білдірілгеннен кейін оның жинайып қалмай қалса сол екеуінің мойнына шөккі деп еді ғой. Мен класста ең артта отыратын қызық уақытlar болса сізден жасырын оқушылар тұрған шығар емес. Сабақтан қашып кеткен кездері Құласа ұстаздарыңыз бүгін сағыныштан елдіріп бауырларға сіздерді кемшіліктеріңіздің бәрін ұмытып шабар қошеметтер. Онда арамызда сол кешенді сөйлеместің екі класстың басы қандай үлесі бар. Бірақ көбірек жүріп сол администраторлықты қолға алып бағана айтып негізі өзіне балаға сүннеттеу берген жақсы ғой негізі бар ғой. Әрқайсының кеуіне қарап жүріп бар ғой. Ода да жұмыс бар, ода да бала шаға бар. Бірақ уақытта жүргізілместен жатқан ең активист жігіттерден бір жігіт қызлардан шығып бір тілек айтса, бағадай да? Келеміз. Қызлардан кім еді ең қызлардың басын қылып кім? Келеміз. Bayram Kızlar, dostlar, kızlar, quvonchli bo'lganligimizga, ketib kelganimizga juman bo'lamiz. Bizlar g'animning ustozlari bo'lyapmiz. Shu vaqtda men ko'rmagan do'stlarim bo'lyapmiz. Ular ulkan quvonch bo'lganiga ma'lum mazmun bilan hammangizga rahmat. Hamma birlikka turdi. Yigit, qizlar birlikka turdi. Bir yanda da aytmadım. 30 yılda, 40 yılda alışsız teşekkür ederim bu şurası ödesiyle. Жаңағы 30 жыл 40 жыл айта бердіңіз ғой, бірақ 60 жылға келгенде сәл күмәнданып айтып мен айтайын, еш күмәнданбай, 100 жаса деген тілектен еш күмәнданбай сеніп айтып едім, себебі қазір заман озып жатыр ғой енді. Сұлбасы болса мен ойлаймын, 10-15 жылдың ішінде бар ғой, адам бір 200 жыл жасаудың бір затын ойлап табатын шығар. Сол үшін жас үйлер азма шыдасып тұрсаңыз бар ғой.
кредит алып ақтыңыз бар ма? Кредит алсам не болуға уақыт болмайды ғой, ауруға да. Жас тұрсаңыз да қараса 100 жастың, 200 жастың ләжі болады деп ойлаймын. Сол үшін смело тілей Ассалаумағалейкум. Бүгінгі кешімізге жиналып қалған ұстазлар, класстастар, әнеңізді бүгінгі 20 жылғы байрам әсіретімен құттықтаймын. Сіздеріңізден күлкі кетпесін. Ұстаздарымызға рахмет, осындай сыйлап біздердің рәтімізге келіп отырған. Қазір қуаныштан көп сөздер айтқым келеді, бірақ тауып тұрды. Жазбаға тапсырасыз. Жазбаға тапсырсам болмайды. Рахмет. Енді мынандай бала кезінде 5 минут. Мектептегі ең строгий мұғалім кім еді? Қонысбайға? Бекболат. Кейін мектепте сіздер сабақ бергендердің ішінде сабақ бергендер кейін аз суретті кейін. Сабақ бергендердің ішінде ең жуасы мұғалім кім еді? 10 сабағына әстен деп шығынан басын шығарып қойғанда болады. Жас мұғалімдерді шықпегендер болады. Сондай ма? Жас мұғалімдерді шығарып. Жас мұғалімдер практиканттарыңызды ойлайды. Кен, ана сырттан басқа мектептен басқа ауылдан жаңағы төбелесу деген болады деді ғой, сол келген уақытта бірінші болып жаңағы білегін жаңағы жеңін төп шығатын хулиган балалар болады деді ғой. Кімдер еді солар? Қай жерде төбелес бар солар? Кен, жігіттер сұрауға, мынандай байрам болады 8 март, наурыз байрам, жаңа жыл. Сол бір екі қыз болады ғой, әңгіме байрамымызға қатынаса береді ғой. Кім еді? Света бар. Света еді? Роза бар. Шынығүл бар. Шынығүл. Солар болмаса байрам болмайды. Солар ведущияның өзі, қоншықшаның танысырған өзі болады деді ғой. Кен, жаңағы мұғалімдердің бәрі мақтап көрсете беретін бір красныйға таярланып жүрген біреу болады. Mesela Бигназ айтады. Қай? Сол ме да? Ана бір класстан бір жыл еді ғой. Ондай жаңағы мысалы көрсете беретін мыналардан көрнек алың деп па. Кен қазір уақыт шегеленгенде ең жақсы тілек, ең жақсы сөз, сұрап алынған сөз дейді да. Мен ұстаздар жамағат жан кезде мен айтатыным бар еді, рахметім, мысалы тілегім дегенде бар ма? Қазақстаннан келіп отырған мына жігіттен басқа. Мен айттым ғой, тағы айттым. Бағана айттым ғой, ресторанда айтамын. Қайталап айтып берші бе? Ресторанда шағым бар бұл кезде. Микрофонда да Ондан андағылай, естейік, Қазақстаннан келіп отырған. Және бір қыз бар еді, Қазақстаннан келіп отырған. Және бір Бәріне көрсетіп, мен қайта жылайын ба? Сіз ба? Бақырам, келеміз. Қазақстаннан Ақтөбеден келіп отырған. Енді, сандайда, сіздердің біздерге келіп отырғанымыз ешкім, ауылдарымыз, қаралбақпыз, олар ұзақтан, һәм класты, һәм ұстаздардың мектепті, һәм туған жердің сағынышы. Точно, уақыт тауып, Қазақстанның негізі демалмайды олар. Бірақ олар уақыт тауып келіп отырған. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ұстаздар, достар, класстастар. Бүгінгі жиынға кешеге қош келдіңіздер. Осы 20 жылды, бір жыл, 2 жылдан күтіп алдыңыз ғой. Қашан болады. Бәрі сөзді жиналып, сөздерді сындырмай, сыйлап келіп отырған баршаңызға рахмет алдына ұстазға. Осы мектепте енді біраз шақырттық қой біз. Тәртіпсіз болып бағана көрміз. Баршаңызға рахмет. Осы 20 жылда, 40 жылда, 30 жылда кездесуге, баршаңызға нәсіп етсіңіз, еліміз аман болсын. Осы Қарбастыға келсек, Мұзылдарға келсек, тойға екеге нәсіп етсіңіз. Өсіріп жатқан ұл-қыздарды қызығын көріңіздер, ұстаздар өнерлерін қызығын көріңіздер. Жүз жасаңыздар, әрқайсыңыздың тойларына қызмет ету бұйырсын. Айта берсек сөзін қалған ресторанда айтады. Сол рахмет, сыйлап келгендеріңізге. Адрес қайда? Адрес Алматы. Сіздің айтпайды ма? Алматы есікті Қарасай сөйлейді. Айтында, жамағатша камера бар, ярмақ бар, бара бермесі. Қарасай сөйлейді, село Шымалға, 28-де тұрасыз. Қазіргі жұмысында айтайын.
жұмысын строительный компанияның бастығы, өзім жеке кәсіпкерім. 15 жыл болды, кәсіппен айналысамыз. Қолдан келгенше көмектесеміз баршаға. Қолдан келгенше, қолдан келмегенде көмектеспейміз. Сол қызметтеміз, Қазақстанда қызметтеміз. Қазақстанда Аманат партиясының мүшесімін. Депутат дебілетті, бірақ Құдай қазір депутат болатын шығармыз. Беске оқыған жоқпын енді. 3,5-4 оқыдым. Математикада бірақ 5-ке оқыдым. 5-ке оқығанның арқасы осындай дәрежеге жетіп отыр. Сол Роза апаға рахмет қайта-қайта жақсы оқыды. Математикадан Гауһармен таласып қалатынбыз. Гауһар жүріп тұрсын қыз алып отыр, сыйлап физикадан бар. Математика не шығар? Гауһар, оқып бергеннен кейін сен Алматыға кетіп қалдың. Алматыға кетіп қалдың. Бала орыс жоқ деп. Сондай рахмет баршаңызға. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, оқушылар, достар. Енді мен бұл мектепте көп оқыған жоқпын, 3 жыл оқыдым баршаға. Мен көп ұстаздар танымауым мүмкін. Ерда мұғалім сен қош көрдік бәріңізді, осы байрам құтты болсын бәріңізге. Және мұғалімдігімнің шығады. Қатты қуаныштымын осы жинап отқаныңызға. Ерда мұғалімді көргім келдім, сонша жатқан деген. Şu mırınzadan bu. Parası mı vermeysin de. Bu arada жұмысым бар, жағдай айтmadım ama ben aslan özüm жерге түсседі, бармын керектерім, бір сөзімде боламын. Келіншегімде екеуі бір класста болды ғой, келіншегім ертіп келді, рахмет енді сыйлағанға. Болдың негізі көп несі бар. Осы 20 жылда көріспесек, енді 30 жыл, 40 жыл ар жағында қашан көрісеміз деп. Тем более депутаттың газын сыйлады. Сендерде көп қалам деді ғой. Біздер облыста тұрамыз. Ақтау қаласы 20 микрорайон, 16 том, 76 квартира. Шәкіртіміз. Үйленген үйленген. Yok bu ürünü bu. Келіншегі ұсыласа оқыған. Ұсылудың несі ол? Сенде өтті мына жоласын қандай ола келген Ұсыл депутат ұстаздардан сәлемде. Не бар? Жақсы. Нұрсұлға рахмет. Бақытты болса, класслас бақытты болсын деген ғой. Басқа жігіттен болады, класстың бақытты болсын деп деген ғой. Рахмет. Олар кетті. Бір өтіш. Енді сол 2 класс бұл жерде, сол өздерінің оқыған алдына сайлаған класс бар, сол классқа барып, отырған парталарын сыйлап қылғанмен суретке түсіп, одан кейін екінші бөлімі Бозорда ресторанында дастархан атырапында ойын зал састау керек. Осы қазір сол әр класс өзінің классына барамыз, сексенге суретке түсеміз, одан соң Бозорда. Ұстаздар қайтып кетуге рұқсат жоқ ал. Екінші ауқатты жеп болмай, қайта етпей тұрып, қайтып кеткен ұстаздың үйіне топтар қатарға сол ұстаздың үйіне баратын болыпты. Сол үшін қайттан әлі. Сол үшін сауға сарпайтын бәрі сияқты. Онда классқа Сәлем оқушылар. Аман келдіңіз бе? Сабақта кім жоқ бүгін? Біреу оқушы көрінбейді, Мұрат жоқ.
Нажатденова жоқ па? Нажатденова жоқ. Алламбергенова Тілеуов жоқ, Азат. Жылап мына жерде қашып кетіп ең артта отыратын еді. Постоянно ұстап әместі. Міне бүгін мектеп тәрбиесіне 20 жылдан келіп жатырмыз, бәрі оң болсын. Мектеп дәуірді бір еске алып жіберсек, біздер математика пәні мұғалімі едік, қайсымыз есімізде бар қазір. Математиканың тикары бір 7 формула еді оқушылар. Естеріңізде бар ма? Қосым бұнысы пай квадраты деген Гаулар келіп тақтаға бір соны жазып еске түсіріп жіберейік. Оған жекен мен балаларға басқа тапсырма айтып тұра тұрайын. Кет. Математиканы білесіз, өмірде де орын сондай болады деп айтқан едік. Атқан адамыз математика болады. Мәселен, беріп болдым, Қазақстаннан келуде математика ғой. Неше километр жол басты, қашан бараман, не істеймен деп есапладыңыз. Мысалға рахаттың жоғары сіздер үшін 20 жылдың әмесі бас біріктіріп жиналайық дегендердің өзі математика қажеті бар. Бұның бәрі математика болып, не формалар қалғансыз, бұның бәрі де математика. Өмірдің өзі математика болып. Сол ханымыңыздар өмірде сүрінбей жүріңізді тілеймен. Мінеке тәуелсіздігіміздің 33 жылдығы болып жатырды. Жаңа өмір, жаңа Өзбекстан үшін деп жатырмыз. Оқушылар қазір 20 жылдан етіп отырмыз ғой. Бір еслеп көрейік, 20 жыл алдын қандай болды, қазір 20 жылда сұндаймыз, 20 жылдан кейін қандай боламыз деп бір ойлап көрейікші. 20 жыл алдын апаңызға келдіңіз, қане ойлап көрейік. 29 жыл Мектептеріңіз көтерді, мұғалімге рахмет. Хамеміз біреуден ескеседі. Қарап тұрса, хамеміз бір семьяның ең кішкентай қызлар, балаларымыз. Біреуден ескетайлар едіңіз ғой. Айрылар оқуға анайға ақ келетін еді. Экзамен бітірмей үйінде жатқан оқушылар Шарсын бәрі балалар үшетсін ғой. Және қызынар деп бағана ортада айтып неден жоқ, бір оқушымыз үйіне каттың астынан алып келген күнмен болды. Аяқ оқушылар социалда сабақтан қашан дедік. Сондай болды. Күнде бір қожалықтың басшылары және біріне айтып кете қояды, мысалға толғанда айтады, соны айналады, айтқанды қоймеген деп ішінде ойлайды. Әрине дегенді қоймеген. өздеріңіз туралы бір кішкентай не айтады, қауқарымыз отырады, рахмет. Мысалға апамыз неге пенсияға шығып, ақылдылардың тәрбиесінде отырыпты, бақалап, Өзбекстан білімден тұрып ағласы деген орденді алдым. Сіздер менен мақтан аламын. Неге пенсияға шығып, және де екінші мектепте
істеп жатырмын екінші сал мектепте математика пән мұғалімі болып істеп жатырмын. 9-шы классым бар, қазір класс басшы болып та істеп жатырмын. Қазірше шаршадым деп жатырғанымыз жоқ. Екі қызым бар, үшеуі тұрмыс құрды, енді біреуі мектеп жасында. Ақылдыларым да құдайға шүкір мен емес, Алланың бір 6 ақылым бар. Ал сіздерден бастасақ, сіздерде қазір кімсіз, қожалықта қанша дегендер айтып өте қояйық. Мен Мұхамбет болдым, 1988 жылы туылып, осы 2004 жылы мектеп бітірген. Үш балам бар, мұғалім. Ол сол үш балам бар, әйелім болған, құрылыс саласында жұмыс жасайды. Сол, баршаңызды білесіздер ғой енді. Балтырақ. Сол бір қыздан айтыңыз. Мен Орынбаева Эльмира, қазіргі күнде Samsung Art Electronic компаниясында істеймін, екі қыздың анасымын. Болады. Рағын айтыңызшы, рағын айтыңыз. Мен Нұрманова анамы, осы мектепке келгенімізге 20 жыл болды, бүгін келмеппіз, жылы. Қуанышымнан достарымды көріп, қазіргі уақытта мен Жұманай районында жасаймын. Ұстазларыма хауес етіп, мен қазіргі уақытта мұғалімдер мектепте. 3 перзенттің анасымын. Рағын айтыңыз. Мен Ниязов Рахат. Мен de şöhretim жұмысым Алматы, Ақтоғайда базары сонда тұрдым. Ержан Фахадыммен осы мектепте сіздердің кәсібіңіздің давамшысы болып, мен ұстаздық етіп отырмын, мұғаліммен. Мен 3 перзенттің әкесімін. Мен өзім таныстырып кете қояйын, Күйеубаева Наргизаман. Қазірде 3 перзенттің анасымын. Мен жаңа медицина тарауында жұмыс істеймін. Мейірбикемен. Осы не алдымыз, мына 20 жылға келіп отырған екенбіз, ұстаздарымызға рахмет. Әйтеуір сондай қиын нелерді өткізіп, басымыздан әйтеуір не қылмаймыз енді. Сондай дәрежеге жеткізгеніңізге рахмет. Әммеміз бір кәсіптің иесіміз, Құдайға шүкір. Бала-шағалы, әммесі семьялы адамдар. Рахмет. Келгендеріңізге біздерді сыйлап. Не қылмаймыз басқа.